Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен сіздерге байғұс туралы аңыз айтып беремін. Ертеде Қаратаудың бойында жетеді байсың елінде, Қоңырат деген елінде бір бай болып, бір балаға зар болыпты. Етегі жасқа толып жүргенде әйелі ұл тауыпты. Жалғыз ұлына Мұратәлі деп ат қойыпты. Ол өте еркі өседі. Еркелік пен естерліктің арасы тым жақын екен. Өсе келе үлкенді үлкен, кішіні кіші демей, бет алды сөйлей беретін болыпты. Қаралы жерінде қарқылдай күліп, той-томалақты төбелестіріп таратпапты. Бірде Ұмай анаға тіл тигізіпті. Ұмай дейді. Ұмайы кім десем, көп әйелдің бірі екен ғой депті. Бұны естіген ел төмен қарап, ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайды. Ұмай ананың наласына қалғандықтан Мұратәлі бір түнде жұдырықтай құсқа айналып, тоғайға сіңіп жоғалады. Ол сұңқылдап жылайды екен. Онысы өткен іске өкініші екен. Жұрт жаман тамның басында жарбиып отырған кішкентай құсты көрген сайын, мынау әлгі Ұмай ананың наласына қалған құс қой, байғұс-ай, деп мүсіркейді екен. Келе-келе ол байғыз атанып кетіпті. Мінекей достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.